4 жастағы бұл кішкентай қыз анасының бейітінің топырағын сәби қолдарымен аз-аздан қазып жатыр. Ұзақ уақыт қазып, шаршап жерге жатып алып, қатты жылап жіберді. Осы кезде анасы шынымен де оны іздеп келді. Бұл 1996 жылы шыққан Планет фильмі. Егер сіз ата-ана болсаңыз, бұл фильмді көруге кеңес беремін. Фильмнің басында ер адамның көзі қызарып, иығындағы қызығына түкіріп, жақсы өмір сүруге және ешқашан өлмеуге ант беруін сұрайды. Қызы түсінбей, қартайғанда ше деп сұрады. Әкесі қызынан оған келісім беруін өтінді. Ал қызының мұны істеуден басқа амалы жоқ. Кейін әкесі қызын көлікке отырғызып, анасының жол апатынан қайтыс болғанын сабырмен айтты. Бұл нені білдіретінін білесің бе? Нана білмей мамам сиқырлы айнамен ұшып кеткен деді. Оны толық түсіне алмаса да, бұл оқиға оны қатты қайғыртатынын біледі. Ол жылап әкесіне айтты. Je crois que je vais réussir à me démerder avec toi. Tu vas réussir. Oui, tu vas te démerder. Әйелі жерленгеннен кейін әкесі отбасын асырау үшін сыртта жұмыс істеуге шешім қабылдады. Екеуі қоштасқанда Нана әкесінің көлігінің артқы айнасын құшақтап кеткісі келмеді. Сөйтіп әкесі сағатын алып қызына айтты. Сен көңілсіз болған кезде сағаттың ішінен сықырлаған дыбысты есті. Бұл менің жүрек соғысымның дыбысы. Бұл әкең әрқашан сенің жаныңда екенін білдіреді. Осылайша Нана нағашы апайының үйінде қалды. Бірақ ол анасының кетіп қалғанын ешқашан қабылдай алмады. Таңертең бөле ағасы мен әпкесі Нананы оятады. Нана оларға: мен анамды кеше түнде көрдім. Мамам қазір түрлі түсті сарайлар бар аспанда тұрады. Мен онымен бірге түнде аспанда тұрамын. Ал күндіз ғана осында қайтып келемін. Олардың бұған сенбегені көрініп тұр. Сол түні Нана мамасын түсінде көрмеді. Ол апайынан абдырап сұрады. Ал апайы анасының түнде келе бермейтінін, ол да түнде ұйықтайтынын айтты. Жалғызсырап, бір күні сағынғаныңда мамаң саған келеді деді. Содан бері Нана әрқашан мамасының жәннат деп аталатын жерге барғанына және оған кез келген уақытта қайта оралуға болатынына сенеді. Мамасын тезірек көру үшін кейде достары ойнауға шақырса да бас тартатын. Бірте-бірте достарының бәрі одан алыстап, жалғыз Нана ғана қалды. Содан көзіне жас алып сыбырлады. Осы кезде апай келіп мына байғұс баланы көрді. Ол Нананы мейіріммен құшақтап: енді анаңды күтпе, анам сені естиді және сені көреді. Ол әрқашан сенің жаныңда болады, бірақ ол шынымен қайтып келе алмайды. Нана түсінгендей басын изеді, бірақ апайының сөзі оны мамасын сағынудан арылтпады. Нана қайтыс болған анасын көру үшін Құдайға шын жүректен дұға етті. J'ai essayé, je n'ai pas pu. Elle m'a jamais répondu. Je lui ai dit de me parler. Бірақ Құдай оған жауап бермеді. Бір күні ол ойын ойнап отырып нағашы ағаларының сиқырлы дұға айтып жатқанын естіп қалады. Олар бұл сиқырлы дұға адамдарды қайта тірілтетінін айтты. Сөйтіп Нана үнсіз ғана ойында сақтап алды. Келесі күні таңертең сөмкесін киіп, тез тауға қарай жүгірді де, тастың үстінде тұрып, қайта-қайта дұғаны аспанға айқайлады. Содан кейін анасының пайда болуын күтіп, айналасына қарай берді. Осылай ұзақ күтті. Күн батуға таяғанда ақыры мұңайып жылай бастады. Келесі күндері Нана күнде осында келіп анасын күтетін. Осы күні оны әкесі іздеп келді. Ол қызын есі ауысайын депті деп ойлады. Қызының анасына дайындаған сыйлығын ашуланып лақтырып жіберді де, сосын оны алып кетті. Қызына анасын бұдан бұлай күтпеуін өтінді. Әкесі мен достары бар тірі әлемге қайтуын сұрады. Сол кезден бастап Нана өзінің сағынышын тастап кеткендей болды. Ол нағашы ағалармен бірге мектепке барып, бірге жаңа достар тауып, бірте-бірте көңілді бола бастады. Бір күні сыныптасы оған Құдайдың қызы болса, өлгендермен сөйлесе алатынын айтады. Мұны естіген Нана қараңғы түнде бір сәуле нұр көргендей болды. Ол сыныптасына тез арада қалай Құдайдың қызы болуға болатынын сұрады. Ол анасын қатты сағынды. Сыныптасы оған алдымен 2 сынақтан өту керектігін айтты. Біріншіден, қиындықтарға төтеп беруге батылдығы бар екенін дәлелдеу үшін лаваның үстінен секіру керек. Нана оны сыныптасының жетекшілігімен тез аяқтады. Екінші қадам күнделікті шын жүректен дұға ету. Түнде ол шіркеуге келіп, Құдайға жалбарынып, анасының өзімен сөйлесуін сұрады. Бірақ ол қанша тырысса да жауап болмады. Келесі күні сабақ үстінде Нана мұғаліміне басы аздап ауырып тұрғанын айтты. Сыныптастарының көмегімен ол жатақханаға демалуға кетті. Олар кеткеннен кейін ол есікті тез жауып Құдайға жалбарынуын жалғастырды. J'espère que tu as dit, moi, ça va. J'attends sur mon lit. Comme ça, c'est ton secret. Personne ne verra. Бірақ Құдайда анасы да оған жауап бермеді. Сыныптан тыс іс-шаралар кезінде Нана сыныптас баламен жанжалдасып қалады. Мына кішкентай бала жаман екен, өзінен кіші Нананы итеріп жіберді де, анаң сен тым жаман болғаның үшін өлді, сен мүлде сөз ұқпайсың деп айтты. Нана бірден жылап жіберді.
Nana бұл кезде мұңайып, дәрменсіз күй кешті, бірақ баланың сөзін ойынан шығара алмады. Анам шынымен мен тыңдамағаным үшін кетіп қалды ма? Түнде ол нағашысына мені өлтірші, өлгім келеді, анама барғым келеді деді. Ағасы оны жұбатып, сүйікті бетменін Нанаға берді. Содан кейін барып ол тыныш ұйықтап қалды. Келесі күні таңертең Нана әпкесіне мамамды тағы түсімде көрдім. Мамам мені қатты құшақтап алды. Мен мамамның кәмпит сияқты өте тәтті иісін сезіндім. Осыны айтқаннан кейін әпкесіне иіскеп көрсетті. Әпкесі ештеңе иіскей алмай қайта кетіп қалған болуы мүмкін деді. Көңілсіз Нана сөмкесін киіп, жалғыз тау жолымен ұзақ жүрді. Күн қақ төбеден келгенде ғана анасының зиратына жетті. Сәби қолдарымен аз-аздап қазып бастады. Мөлдіреген көзі жасқа толы. Енді қазуға шамасы келмеген соң анасының бейітіне жатып, мұңайып жылады. Белгісіз уақыттан кейін бір әйел келіп Нананы құшақтап алды. Шынында анасы қайтып келіпті. Нана мұның бәрі тағы да түспе деп қорқып, кішкентай қолдарымен анасының бетін сипалай берді. Мамасы Нананы қатты құшақтап, "Ботам, мамам да сені сағынды" деді. Je te déteste, les enfants qui ont envie. Je te déteste, les enfants qui se plaignent. Pourquoi t'es vivante? Pour avoir envie de tout. Alors on peut mourir, mais il faut mourir vivant, très vivant. Осылай анасы Нананы таудан төмен қарай ертіп түсірді. Ол аздап салқындаған соң анасы оған қызыл жемпірін кигізді. Екеуі әңгімелесіп, ойын ойнады. Ұзақ ойнаған соң бөлінетін сәтке де жетті. "Нана, сен менімен қалаласың ба?" деп сұрағанда ол өзінің қайтыс болғанын түсіндірді. Мұны естіген Нана бірден көзінен жас ағып кетті. Бірақ ол әлі де шарасыз басын төмен түсіріп, үнсіз жылай берді. Ол анасының қайғылы келбетін көргісі келмеді. Анасы мұңаймас үшін болашақта әкеңмен бақытты өмір сүр деп Нананы ақырын жұбатты. Ақырында ол Нананы қайтуға иландырды. Нана бірнеше қадам жүгіріп шығып, артына қараса, анасының жоғалып кеткенін көрді. Осы кезде әкесі де іздеп жеткен. Нана әкесіне анасымен күні бойы ойнағанын айтты. Анасы оның ешқашан қайтып келмейтінін, және менің бақытты болуды үйренгенімді қалайтынын айтты. Содан бері Нана ақыры анасының өлімінің көлеңкесінен шықты. Көбінесе біз марқұм болған адамға жыламаймыз, керісінше артта қалған өзімізді мұңдап жылаймыз. Бірақ не болса да өмір жалғасуы керек. Осы дүниеде өмір сүрген соң, бұл дүниенің бақытын сезінуді үйрену керек.